Сабақты бастай берейік. Бүгінгі сабақта 2025-2026 оқу жылындағы ауыл оқушыларына арналған олимпиаданың 10 сыныптың есептерін талдайтын боламыз. Кешегі сабақта біз 9 сыныптың есептерін талдадық. Бірінші тапсырма. Жылу сыйымдылығы 40 жауыр бөлінген градус Цельсий болатын металл ыдыста, яғни калориметр ғой, 15 градус температурада 250 грамм су бар. Жалпы салмағы 120 грамм қорғасын мен алюминий типтерінің қоспасы суға салынып 100 градусқа дейін қыздырылды дейді. Жылу тепе-теңдігі орнатылғаннан кейін бүкіл жүйенің температурасы 20 градус болды. Қорғасын және қандай алюминий қыздырғыш қоспасының бөлігі болды дейді. Яғни қорғасын мен алюминийдің массасын табуымыз керек. Ескерту: қорғасынның және алюминийдің меншікті жылу сыйымдылықтары сәйкесінше берілген. Енді қараңыздар, бізге мына жерден бірден көзге көрінеді, алюминий мен қорғасынның меншікті жылу сыйымдылығы қате берілген. Бұл есептің бірінші қатесі. Яғни өкінішке орай, енді оқушылар оны білу керек, олимпиадаға қатысатын оқушылар. Қорғасынның меншікті жылу сыйымдылығы ол бізде нешеге тең? 140-қа тең ғой. Ал алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығы ол 400 емес, 920-ға тең. Енді қараңыздар, осы есепте маған басында сәл түсініксіз болды. 120 грамм қорғасын мен алюминий типтерінің қоспасы суға салынып дейді, 100 градусқа дейін қыздырылды дейді. Дәл осы есептің орысша вариантын оқып қарағанда, енді 100 градусқа дейін қыздырылған жоқ. Яғни бізге орысша вариантында мынандай берілген де, 100 градусқа дейін қыздырылған тип суға салынды деп берілген де. Яғни мына жерде есептің құрылымына қарайтын болсақ, 100 градусқа дейін қыздырылды дейді. Сосын жылулық тепе-теңдік орнағанда 20 градус болды дейді. Уже бұл есептің қате екені көріп тұрды. Яғни су мен қорғасынды, яғни чипті суға салып 100 градусқа дейін қыздырылды деп беріліп тұр есептің шартында. Негізі олай емес. Яғни 100 градусқа дейін қыздырылған чипті суға салды, сол кезде 20 градустағы жылулық тепе-теңдік орнаған кезде 20 градус орнады дейді. Так, енді қазақша, почти ауыл олимпиадасына қатысатын оқушылар 90% қазақша орындайтын шығар. Егер қазақшасын оқушылар орындайтын болса, мына жерде мына есепті оқушылар, яғни жеңіл есеп 10 сыныптар үшін. Бірақ проблема болады. Себебі есептің құрылымын оқушы түсінбей қалуы мүмкін да. Мына 100 градус дегенде ол суға чипті салып екеуін бірге қыздырылды деп беріліп қойған да мына жерде есептің шартында. Сол үшін олимпиадаға қатысатын оқушыларыңыз міндетті түрде орысша нұсқасын қарау керек. Кейбір жағдайларда қазақшаға аудармасы қате болады. Яғни қараңыздар, бұл жерде жылу балансын теңдеу жазамыз. Беретін жылу мен алатын жылу өзара тең болады. Так, бұл жерде ана дене деп қабылдайықшы, 120 грамм. Ол қорғасын мен алюминийдің қоспасы. Ол жылуды береді. Оның беретін жылуын жеке-жеке жазамыз да. С қорғасын, М қорғасын. Так, оның температурасы Т1-ден Т-ға дейін түседі. Қосылған С алюминий, М алюминий. Оның да температурасы Т1-ден Т-ға дейін түседі. Бұл жерде анализ жасаудың қажеті жоқ, себебі жылулық тепе-теңдік орнына 20 градусқа қоспа пайда болады деп берілген. Бұл екеуі жылуды береді. Жылуды алады. Калориметр жылу алады. Калориметрдің жылу сыйымдылығы берілген. Үлкен С. И калориметрдің температурасы сумен бірге 15 градус болып тұр, 20 градусқа дейін артты. Т азайтылған Т2 деп алайық. Қосылған судың алған жылуы. Так, С М Т минус Т2 болды. Так, енді дененің массасы бұл қорғасынның массасы мен
алюминийдің массасының қосындысы ғой, иә. Мына жерде есептің берілгеніне қарайтын болсақ, барлығы бар ғой бізде, иә. Тек қорғасын мен алюминий жоқ. Яғни теңдеулер жүйесін құрып аламыз, сол теңдеулер жүйесін шешуіміз керек қой. Енді математика жолымен шығарсақ та болады, себебі біз есепке қажетті главный физикалық формулаларды жаздық. Ұпай осы формула үшін беріледі ғой. Енді шешуін математикалық жолмен, қысқа жолмен шығарсақ болады, иә. Яғни с қорғасын ол 140-қа тең. Көбейту мынаны мен x деп алайын, мынаны мен y деп алайын. Екі айнымалы. Так, Т1 минус Т дейді. 100-ден 20-ны азайтамыз. Ол 80 болады, иә. 80x деп алсақ болады да. Қосылған 920 көбейту, так, 80y деп алсам болады. Так, мына 40 көбейту 5, Т20, Т2 15, иә. Қосылған 4200 көбейту судың массасы 0,125 көбейту, ол да 5-ке тең болады, дельта Т2. Так, енді мына екеуін көбейтеміз. Екіншісі бізде қалай болады? 0,12 тең болады x қосылған y, иә. Осы жерден x-ті или y тауып алсақ болады, иә. 0,12 азайтылған y. Енді бірінші теңдеуге ораламыз. Енді міне математикадағы жеңіл теңдеулер жүйесі шықты, 6 сыныптың. Так, 11200 x қосылған 73600 y тең болады 5450. 5450. Енді мына x-тің орнына мынаны алып кеп қойсақ болады, иә. Сонда сразу көбейтейік. 11200-ді 0,12-ге көбейтсем 134 болады. 1344 болады. Минус 11200 y плюс 73600 y тең болады 5450, иә. Так, мына азайтсам 62400 y тең болады. Так, 5450-ден 1344-ті азайтамыз, иә. 4160. 4106. Енді y бізде тең болады 0,66. Значит, x нешеге тең болады? 120-ны азайтсақ 0054 болады да. Значит, y дегеніміз ол m алюминия, x дегеніміз m қорғасын. M қорғасын 0054 деген бұл 54 грамм ғой, килограммен шықты ғой. M алюминий 66 грамм. Яғни алюминий мен қорғасының массасын таптық. Бөлігін сұрап тұр ғой бұл жерде. Бөлігін табу үшін яғни 54 бөлінген 120 ғой, 54 бөлінген 120 0,145 дейді. Оғына шығады екен, мына 0,45 болса, значит, екіншісі 66 бөлінген 120, бұл 0,55 шыға ма? Так, осы бірінші есепке байланысты сұрақ бар ма? Ал бірақ ключінде мына есептің жауаптары басқаша берілген да. Ключ қате бұл жерде. Себебі алюминий мен қорғасынның меншікті жылу сыйымдылықтарын осы есептің шартында берілген мәндерді қойып кеткен. Осы есеп бойынша сұрақ бар ма? Так, жақсы, сұрақ болмаса келесі есепке алсақ. Так, енді қараңыздар.
оныншы сыныптардың үшінші есебін мен келесі сабақта шығарамын. Ол 11 сыныптарға да қайталанады да. Так, төртінші есеп. Екінші есеп ең соңына алып қойдым. Себебі ол сәл ұзақ жолмен шығады екен. Биіктігі 1,6 метр адамның алдында биіктігі 8 метр тік шам бағанасы орнатылған. Олардың арасындағы қашықтық 10 метр. Адам жерге кішкене жалпақ айна қояды, оған қарап бағанның жоғары бөлігінің шағылысын көреді. Егер оның беті жерге көлденең жатса, айна мен адамның қандай қашықтықта болуы керек дейді. Шағылысу жарық сәулесінің түсуімен бірде бұрышта болады деп есептеңіз дейді. Яғни оптика бөліміне байланысты берілген есеп екен. Қараңыздар, адамның бойы бірде 6 дейді. Бұл салыстырмалы түрде сызайын. Екеуінің арасы 10 метр дейді. Бағанның биіктігі 8 метр дейді. Айнаны бір жерге қояды ғой. Айнаның тұрған жерін нүкте ретінде қабылдасақ болады. Енді қараңыздар. Оның түсу бұрышы мен мына түсу бұрышы, шағылу бұрышы өзара тең бола ма? Яғни мына бұрыш пен мына бұрыш өзара тең да. Мына бұрыш альфа болса, мына бұрышы альфа. Енді қараңыздар, екеуі де тік бұрыш, үш бұрыш болып тұр ғой, иә? Яғни оларды мына бұрышта өзара тең деген сөз ғой. Себебі үш бұрыштардың екі бұрышы тең болса, үшінші бұрышы оған тең болады, иә? Үшінші бұрышы да өзара тең болады да. Так, мынаны мен h деп алайын. Мынаны үлкен h деп алайын. Мынаны x деп алайын. Мына значит ол азайту x бола ма? Енді егер үш бұрыштар ұқсас болса, олардың қабырғаларының қатынасы өзара тең болады, иә? Сонда үлкен h-тың кіші h-қа қатынасы 10 азайту x-тің x-ке қатынасына тең болады екен, да? Енді орнына сан мәндерін қоямыз. 8 бөлінген 1,6 тең болады 10 азайту x бөлінген x. Пропорция 8x тең болады 16 азайтылған 1,6x. Так, мына минус 6, 1,6 арғы бетке плюсу өтеді, мына 9,6x болады, иә? 16. Значит, x тең болады 16 бөлінген 9,6. 16-ны 9,6-ға бөлсек, жуықтап алғанда 1,67 метр деген жауап шығады. Яғни есептің жауабы 1,67-ге тең болады екен. Так, осы есеп түсінікті ме? Жалпы 10 сыныптар үшін бұл жеңіл есеп. Тегін 5 ұпайды алуға болатын есеп деп қабылдасақ болады. Сұрақ бар ма есеп бойынша? Так, жақсы. Сұрақ болса, келесі есепке ауысайық. Сұрақ болса, или түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрап отырсаңыздар болады. Келесі 10 ұпайлық есеп, 30 ұпайлық есеп берілген. Соның 10 ұпай екінші есеп екен. Дәл осы екінші есеп 9 сыныптарға да қайталанған. Сол үшін кеше бұл есепті талдаған жоқпыз. Физик Дияр N қабатты лифтке кіреді. Бірақ ол кабинаға кіргеннен кейін бірден лифт кабельден шығып құлай бастады. Алайда Дияр данышпан физик қана емес, сонымен қатар өте ақылды жігіт болғандықтан лифттің бірінші қабатта бұзылатын уақытын тез бағалап, соққының алдында кабинаның ішінде секіру үшін қажетті сәтті анықтай алады дейді. Және осылайша мүлдем зиян шекпеді дейді. Диярдың массасы 70 килограмм. Бос лифт кабинасының массасы 1400 килограмм.
Қабаттың биіктігі 3 метр. Егер дияр жердегі өз биіктігінен 60 сантиметр жоғары секірсе, және де 3 метр биіктіктен ешбір зиян шекпеуге болатынын білсе, мұнда трюк қандай ең максималды қабатта жасау мүмкін дейді. Лифт бірінші қабаттан төмен түспейді деп есептеңіз дейді. Сонымен қатар, диярдың массасы лифттің массасынан өте кішкентай деп есептемеңіз дейді. Яғни жуықтап алуға болмайды екен. Шын өмірде ондай болмайды, иә. Егер лифттің ішінде ондай жағдай болса, қиын болады. Так, есептің шарты түсінікті ма? Так, біріншісі, бізге айтады, дияр 60 сантиметр биіктікке жоғары секіре алады деп тұр ғой, иә. Яғни энергияның сақталу заңы арқылы диярдың сол секіретін моментте жылдамдығын анықтап алсақ болады екен. М у квадрат бөлінген 2 тең болады м g h бола ма? Массаларды қысқартамыз. Осы жерден жылдамдықты анықтайтын болсам, түбір астында 2 g h-қа тең бола ма? Енді екінші, лифттің дияр секіретін моменттегі лифттің жылдамдығын анықтаймыз. Так, лифт қандай да бір h биіктіктен төмен құлайды ғой, иә? Значит, бізде мынандай формула бар еді ғой. В квадрат тең 2GH деген формула бар ма кинематикада? Бұл жалпылама жаздым. Біздің есептік V деген басқа V болуы мүмкін да. Енді лифттің жылдамдығын қалай алсақ болады? V тең түбір астында 2G n-1 H деп алсақ бола ма? Мына үлкен H бұл бір қабаттың биіктігі. Не үшін n-1 деп алдым? Себебі ол бірінші этажға жақындағанда секіреді ғой, бірінші этажға келгенде секіреді ғой. То есть бірінші этаждың ең жоғары нүктесінде секіреді. Сонда лифттің жүрген жолы n-1 көбейту h-қа тең болады да. Так, енді дияр секірген кезде ол аяғымен лифтті төмен қарай итереді ғой, иә. Яғни импульстың сақталу заңы ол жерде орындалады. Басында екеуі бірге келе жатыр. Олар v жылдамдықпен келе жатыр, иә. Сосын mv лифт қосылған mv дияр деп алайық. Бұл секірістен кейінгі жылдамдықтар ғой. Енді қараңыздар, диярдың жылдамдығы ғой, иә. Ол диярдың жылдамдығы жаңағы лифттің төмен кеткен жылдамдығы мен диярдың жоғары кеткен жылдамдықтарының, яғни салыстырмалы жылдамдық. Салыстырмалы жылдамдық U бұл жерде. Яғни U-ды біз теңдеп алсақ болады. V лифт азайтылған V дияр деп алсақ болады. Енді бесіншісі бізге айтады, яғни қауіпсіз, иә, дияр жердегі өз биіктігінен 60 сантиметр жоғары секірсе, және де 3 метр биіктіктен ешбір зиян шекпеуге болатын болса дейді. 3 метр биіктіктен секіріп түссе, диярға зиян келмейді. Лифттің ішінде де ол сондай жағдайға тап болды да. Так, енді онда V дияр максимум, оны былай алсақ болады екен да. Түбір астында 2GH деп алсақ болады. Так, мына D максимум деген, мына диярдың жылдамдығы ғой. Иә? Енді осы жерде математика басталады. 6 деп жазайық. Так, мына орын алып
қойсам қалай болады? Мына диярдың жылдамдығын мына жақтан тауып алсам, ол v лифт азайтылған u-ға тең бола ма? Значит, v лифт азайтылған u кіші немесе тең түбір астында 2g-ға тең болады, иә? Енді мына импульстың сақталу заңын байланыстырамыз. Бізде u бар, иә? U-дің мәні бар. V1-ді, то есть v лифтті мына жерден тапсақ, так, біз v лифтті табамыз, орнына алып келіп қоямыз, иә? Бізде u мен v бар, иә? Так, мынау v бар, значит, иә? U бар. U бар, енді v лифт табуымыз керек қой, иә? Так, мына жерден байланыстырсам болады екен ғой бірінші, иә? Алтын жазбай тұрайық онда. Так, қараңдар, үшінші теңдеуден лифттің жылдамдығын тапсам, мына арғы бетке минус болып өтеді. И үлкен М бөлу болып өтеді, иә? Сонда үлкен М плюс кіші М В минус М В дияр бөлінген үлкен М бола ма? Так, 7. Енді осыны мына жерге алып келіп қоямыз. 4-ке алып келіп қоямыз. Значит, В дияр тең болады В лифттің орнына. Мынаны ашып жазайыншы. В плюс М В минус М В дияр бөлінген үлкен М бола ма? Үлкен М арғы бетке көбейтіп өтеді. И мынау арғы бетке плюс болып өтеді, иә? Сонда так. Былай жазайық. В диярды жақшының сыртына шығарайық. Үлкен М қосылған кіші М арғы бетте қалады. Мен былай ағай минус у тастап кеткен жоқсыз ба? Так, қандай? Минус у. Минус плюс болып өтеді ғой, иә? Жаңа төртінші формуладағы минус уды деген ма? Мына так. Мына өтті. У минус өтті, иә? У қалып қойыпты ғой, иә? Иә, ес. Мына жақта у бар ғой, иә? Бәсе мына қысқарып кетейін деп тұр, жетпей қалайын деп тұр да. Так. Онда мына жақта анағанда береміз удан, иә? Мына жерде оны бүйтіп жазайын. Мынаған ортақ бөлім беріп жазайын. Минус МУ бола ма? Енді, иә, мынау В диярды жақшының сыртына шығарсам, үлкен М плюс кіші М. Мынау көбейтіп кетті. Мынау арғы бетке плюс өтті. Тең М плюс кіші М В минус үлкен М У бола ма? Значит, диярдың жылдамдығы тең болады. Мынау бөліп өтті, қараңыздар. Бөліп өткенде мынамен қысқарып кетеді ғой, тек В қала ма? Минус үлкен М бөлінген үлкен М плюс кіші М У деп жаздық. Енді диярдың жылдамдығы мынау ол, иә?
Значит, onu қалай жазамыз? В азайтылған үлкен М бөлінген үлкен М U бөлінген үлкен М қосылған кіші М I кіші немесе тең түбір астында 2GH деп жазсақ болады, иә? Енді В мен U-дың орнына алып келіп мәндерді қоямыз. В дегеніміз 2G N-1 H түбір астында, иә? Минус үлкен М U дегеніміз түбір астында 2GH бөлінген үлкен М 2GH бола ма түбір астында? Бәрінде мына 2G-де қысқартсам болады ғой түбір астындағы, иә? Сонда түбір астында N-1 H, былай жазайын. Мынаны арғы бетке өткізіп жіберсем бола ма? Түбір астында 2H так, плюс үлкен М түбір астында 2H, 2 кетті ғой, 2G кетті ғой, мына онда тек үлкен H қалады. Плюс үлкен М түбір астында H бөлінген М бола ма? Жоқ, мына біз М плюс кіші М ғой, Аха. Енді қараңыздар. Мына түбір астынан құтылу үшін квадраттауым керек қой, Оны былай жазайын. N азайту 1 көбейту H. И мынаны түбір астында H плюс M түбір астында кішкентай H бөлінген үлкен H плюс үлкен M плюс кіші M'нің квадраты деп алайын, иә? Енді мына H арғы бетке бөлу болып өтеді. Бір қосу болып өтеді ме? Сонда N кіші немесе тең. Мына түбір астында H плюс үлкен М түбір астында кіші H бөлінген үлкен М плюс кіші М квадраты и H бөлу болып өтті и 1 плюс болып өтеді. Енді орнына қоямыз. Так, үлкен H бізде үлкен H бізде 3-ке тең плюс так 1400 бөлінген 1470 бола ма? Қосып жіберсем көбейту түбір астында 0,6 болады, иә? И оның квадраты бөлінген 3 қосылған 1. Осыдан шығатын қорытынды 3,33 дейді. Енді қараңыздар, n деген бізде бүтін сан болу керек қой, иә? Значит, есептің жауабы n тең 3 болады да. 3-тен кіші болу керек қой. 3,100-ден 3-тен кіші болу керек та. n бүтін сан болғандықтан n-нің орнына n-ді 3-ке тең деп аламыз да. Так, осы есеп түсінікті ме? Ағай, жаңа мынау үлкен немесе тең деген таңбасын не себепті қойдық? Мен дауысын сәл шығарып жіберейін. Қай жерде? Үлкен немесе тең деген таңбаны. Иә. Мына 7-ші өрнектен кейінгі соңғы формулада бастадық оны. Мына жерде ма? В минус. Жоқ, одан кейін асты. Үшіншісі. Мына жерде ма? Иә, сол кезде үлкен немесе тең деген белгі не себепті қойдық?
Андай ғой. Қазір тең деп жазсақ, ол n 3,3-ден 3 деп шығып қалады ғой бізде, иә? Иә. Біз типа андай интервалын сұрайды ғой бізден. N Аралық, максималды иә. қанша болуы мүмкін деп та. Мгм. Ал бірақ по факт n-нің мәні бізде не шығу керек? Ровно шығу керек та. Сол үшін математикадағы нені қолданамыз? Интервал тапқандықтан үлкен немесе кіші деп аламыз да. Жақсы, түсінікті. Ну, енді төрт есептің ішінде осы екінші есеп пен үшінші есепті келесі сабақта шығарамыз 11 сыныптарға. Сол есептер сәл қиындау екен, бірақ жаңағы төртінші есеп өте жеңіл. Ол 5 ұпай подарка ғой негізі. Оқушылар алу керек сол 5 ұпайды. Сосын бірінші есепте жеңіл, бірақ бірінші есепте мәндері қате берілген, есептің шарты қате берілген. Сол жерінен оқушылар қадалып қалуы мүмкін. Ну, салыстырмалы түрде бір 30 ұпайдан 10-15 ұпай алса, республикалық кезеңге өте алады ғой осы олимпиададан. Бірінші тур бойынша, иә. Бүгінгі сабаққа байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Ағай, бас жағын кешігіп қалдым мен, сонда не берілген шамалар қате болып тұр ма? Бірінші есепте ма? Иә, иә. Бірінші есепте қорғасынның меншікті жылу сыйымдылығы 2100 деп жазып болған. Ол М. мұздікі ғой. Алюминийдікке 400 деп жазған, ол да алюминийдік емес, иә. Ол бір қате да бұл жерде. Сосын қазір мен орысшасын қарап көрейінші, орысшасында қалай жазылды. Орысшасында да қате беріліпті ол берілгендер. Сосын мына жерде есепке мұқият қарайтын болсақ, 120 грамм қорғасын мен алюминий типтерінің қоспасы суға салынып дейді. 100 градусқа дейін қыздырылды дейді да. И жылу тепе теңдік орнағаннан кейін бүкіл жүйенің температурасы 20 градус болды дейді да. Бұл есептің мәні жоқ та бұл жерде. Ал орысшасында былай жазылған: 100 градусқа дейін қыздырылған, яғни 100 градусқа дейін қыздырылған, яғни чип суға салды деп тұр да. Сонда есеп шығады да. А егер, білмеймін, мына жерде егер оны біз суға салып қойып қыздырсақ, жылу тепе теңдік орнамайды ол кезде, дұрыс па? Жылу тепе теңдік сол 100 градус бойынша қалады ғой ол кезде. Жылу тепе теңдік орнағандағы температура 100 градус бойынша қалады да. Ал орысшасында 100 градусқа дейін қайнатылған суға чиптер салынғанда, сол чиптерді алып екінші суға салды деген мағынада берілген да. Сонда орысшасында дұрыс берілген ғой шарты. Қазақшасында өкінішке орай қате беріліп тұр. Жалпы 2-3 жылда бір рет осындай қате келеді. Өкінішке орай оқушылар сол кезде қиналады. Тек қазақша тапсыратын оқушылар. Түсінікті ме осы есеп? Иә, түсінікті. Жақсы, онда бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.